көрнекті ақын, мемлекеттік сыйлықтың иегері Ұлықбек Есдәулеттің Әбілхаят атты 2 кітаптан тұратын жинағында ақынның әр жылдар бойы жазған эссе, мақала, әңгімелері топтастырылған. Нәзила Әбілханованың «Бәрі де мүмкін» атты хикаяттар туындысы. Бұл тұңғыш кітабы. Нәзиланың тұңғыш кітабында балалық балдәурен, алғашқы балаң сезім сырлары сипатталады. Бұл кітап барша оқырман қауымына арналған. Кітап қазақтың біртуар азаматы, Ұлы Отан соғысының даңқты қаһарманы, Совет одағының батыры Нағи Ілиястың өмір жолына арналған. Егер де сізді Ұлы Отан соғысының 30 жылдарындағы жауынгерлік жолы, шынайы оқиғалар қызықтырған болса, Бегімұрат Ілиясов пен Данияр Шалқаровтың «Ерлікке толы ғұмыр» кітабын оқуға кеңес беремін. Әр адам өміріндегі кез келген істе таңдау жасай алады. Алайда бұл дүние есігін ашпай тұрғанда маңдайына жазылған таңдау жасай алмайтын 2 жағдай орын алады. Оның бірі ата-анасы болса, екіншісі тағдыры. Осы кітаптың авторы әрі кейіпкері Ник Войчтың тағдыры осы кітапта шынайы бейнеленген. Құрметті оқырмандар, сіздерді аудандық кітапханаға келіп түскен жаңа кітаптарды алуға шақырамыз.